Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, Атырау арнасының тікелей эфирінде анығында қоғамдық саяси бағдарламасы. Жалпы бүгінгі эфиріміздің тақырыбы жарық мәселесі өзекті, яғни өңіріміздегі жалпы жарық мәселесі қалай шешіледі? Соңғы кезде мына жиі сөнулер болып жатыр. Бұның себебіне де осы жөнінде қазір біраз мәселенің анығын айтатын боламыз. Студияда мен Нұрсұлтан Нұрсейт және бүгінгі бағдарлама қонақтарымен таныс болыңыздар. Атырау жарық акционерлік қоғамының президенті Мейірбек Губашев Уахитұлы. Қош келдіңіз. Атырау энергосату жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Тұрлан Дошатов Сағидоллаұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Бірден сұрақтардан бастап кетейік. Енді жалпы қараша айында президентінің өзі біздің өңірімізге сапар кезінде біраз мәселелерден шегелеп айтып кетті. Осы мәселелердің ішінде біздің осы жарыққа қатысты да мәселе қаузалған болатын. Бұл жерде енді Атырау облысындағы өзекті мәселе электр желісінің тозуы, оның 40%-на жуығы ескірген деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Енді осыны қолға алуымыз керек деп сол кезде шегелеп айтып кеткен болатын. Енді содан бері қандай жұмыстар атқарылды? Сол жөнінде жалпы мекеме жөнінде қысқаша анықтама беріп кетсеңіз, одан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сұрағыңызға рахмет. Енді жаңа сұраққа айта кетсек, бізде енді Атырау облысында біздер Атырау жарық мекемесі өзінің меншігінде әуе желілері мен қосалқы станциялары бар. Сонымен қатар акиматтың тарабынан да өзінде әуе желі қосалқы станциялары бар. Сосын жекеменшік қосалқы станция мен әуе желілері бар. Темір жолдың да әуе желілері бар. Бірақ енді біз өзіміздің мекемеміздің тарабымызда 9,5 километр әуе желісі бар. 77 қосалқы станциямыз бар, кернеу 35 киловольттан жоғары. Сонымен қатар 1325 қосалқы станция КТП-нге дейді, ол жаңағыдай комплекттік трансформатор пункттары бар. Біздер енді қаңтар айынан бастап үлкен жұмыстар жүрді. Соның ішінде ең біріншіден біздер техникалық аудит жасадық. Мекеменің бар жаңағыдай әуе желі мен қосалқы станцияларына. Экспертный мекеме сол экспертизасын бітіріп, соның ішінде қай жерге қандай жаңағыдай көзқарас өзгертіп, қай жерде жаңағыдай жөндеу жұмыстарын жасау керек, соны қарап отырып, енді біздер ең біріншіден өздеріміздің күрделі жөндеу жұмыстарымыз жылға сосын күнделік жұмыстарымыз бар. Сонымен қатар инвестициялық бағдарламамыз бар. Жыл сайын жасалатын. Сол биылғы инвестициялық бағдарламаның бізде негізі Қаратон 2 деген үлкен қосалқы станция бар, транзиттік. Сол жердегі жұмыстардың экспертизаға байланысты көрсетіп, сол жарты сомасын қалаға аудардық. Осы қаладағы төмен кернеулі жаңағыдай әуе желілері мен қосалқы станция жаңа комплекттік соларды ауыстырумен сол желілерді жаңа көрсетілген жаңартатын жерлерді соны қоспаша жаңағыдай жұмысымызға енгізіп отыр. Ол жұмыстар біздегі осы сәуірдің 15-нен жаңағыдай басталды. Енді біздер ол жұмыстарды биыл нақты қадағалап, соның ішінде айта кететін біздерде қаңтар айының ақпан айында қатты жел қар кездерінде апаттық сөнулер болды жағдай. Оның ішінде біздерде ең үлкен проблемалық сұрағымыз болғаны ол біздің жекеменшіктің өздерінің жекеменшік қосалқы станциялар комплекттік, соны ешқандай күрделі жөндеу жұмыстар, күнделік жұмыстарды ревизия дейміз ғой, техобслуживание дейді, сондай жұмыстар жүргізілмейді деп біздер оны бірнеше жыл бойы көтеріп келатыр. Ол хаттарды да әрбір құзырлы органдарға жаздық. Бірақ енді ол бәрде өзіміз білеміз, енді мораторий дейді, жаңағыдай средний малый бизнеске тексеру болмайды деп. Соны биыл енді әкім облысының қолдауымен, осы әкім қаласы бар, район әкімдерімен біздер меморандум жасап, биыл комиссия құрып, сол қазір жұмыстар әлі жалғасып жатыр. Сол жаңағыдай қосалқы станцияларды комплекттік бәрін тексерістен өткізіп, жаңағыдай өздерінің жаңағыдай жасайтын жұмыстарын көрсетіп, белгілеп, уақытын қойып беріп жатыр. Сол уақытта орындалмаса, жөндемесе, біздер жаңағыдай тоқтан ажыратып жатыр. Бірақ енді қазір енді түсініп, сол енді заңды тұлғалар ғой, жаңағыдай бизнеспен айналысатын. Оларда енді түсіндірді, оны газетке де жазды, қаланың әкімі. Қандай жұмыстар, не үшін біздерде қазір халық светсіз осындай жағдай жел нелерде болатын
неге халық светсіз қалады? Ол деген өздеріңіз түсінетін болса, әуе желіде отырған 10 киловольт әуе желісінде 30, 40, 50 жаңағыдай комплекттік трансформатор пункттар бар. Содан әрбір жаңағыдай көше, үйлер, соның ішінде жаңағыдай заңды тұлғаларында алып отырған өздерінің бизнес жаңағыдай объектілері бар. Солар тексерілмей қалған кезде біреуінің ішінен ақау пайда болғанда бүкіл әуе желісі сөнеді. Әуе желісі сөнгенде бүкіл халықта бәрі де светсіз қалады. Сол енді қазір жұмыстар жалғасып, енді қазір көріп жатсыздар, соңғы кездегі қатты желінелерде де ондай қазір сөнулер болып жатқан жоқ. Қазір енді мына соңғы кезде жарық жиі сөніп жатыр ғой. Бізде осы манағы авариялық сөндірулерге жатқызуға болатын бар, жөндеу жұмыстарына. Ол жөндеу жұмыстары күнделік, сосын біздердің қазір айттым ғой, апрельдің 15-нен бастап күрделі жөндеу ремонтный компаниямыз басталып кетті. Соған байланысты, бірақ біздер ақпаратты 109 дейді, бүкіл нелерге салып отыр. Қай күні, қай көшелерде ревизияға жаңағыдай сөндірулер болады деп. Бұл бір жақсы нәрсе болып жатыр, яғни көшенің көшелердің барлығы WhatsApp-қа да, барлығына әлеуметтік желілерде келіп тұрады. Бұл енді табылған ақыл. Енді осы тұста бір сұрақ қойып жіберейінші. Мына бізде президентіміз келгенде айтып кетті, өңірдегі энергия тапшылығы шамамен 200 мегаватт дейді. Жалпы бұны қалай түсіндіреміз? Шынымен бар ма бізде тапшылық? Жоқ, тапшылық болғанда біздерде қазір енді өңірімізде біздер жалғыз Атырау мына батыста бөлек отырған облыс емес. Біздерде енді бір жүйе болғасын, электр жүйесі, бізде Маңғыстау облысы, Орал, Атырау біргеміз. Ол енді Маңғыстауда да өзінің жаңағыдай өндіруші үлкен Маек деген компаниясы бар. Батыс Пауэр деген Оралда компания бар. Бізде Атырау облысында, ол біздің Атырау электр жылу орталығы, сонымен қатар Қазақстан Utility Solution деген компания бар. Оларында үлкен жаңағыдай электростанциясы бар. Солардың бәрі енді жаңағыдай бір жүйеге жұмыс жасайды. Сол жүйеде енді қазіргі апаттық жағдай, жазғы мезгілдерде енді күрделі жөндеуге ол станцияларда шығарады, өздерінің оборудованиесін. Сол кездерде Маектердің Ақтауда сондай жаңағыдай күрделі жөндеуге шығарып жатса, олар бір жүйеде болғасын пайдаланып, біздің жақта ремонтты жұмыстар жүріп жатса, соның бәрі енді бір-біріне әсер етеді. Бірақ енді қазіргі кезде ешқандай жаңағыдай одан қатер көріп отқан жоқпыз. Сонымен қатар бізде тағы да үлкен национальный оператор дейді, национальная сеть, Кигок деген мекеме бар. Ол енді үлкен жоғарғы кернеу 220 киловольттық әуе желілері бар. Ол Маңғыстау, Атырау, Орал, сонымен қатар Россиядан да сондай желілер бар. Жаңағыдай нағыз жетпеген жағдайда Россия жақтан да келіп тұрады. Оның бәрін системный оператор қарап, бәрін нақты қарап отыр. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Енді мана жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, 9,5 бізде шақырым әуе желісі бар дедіңіз. Жалпы осылардың барлығы бізде жақсы күйде ме, әлде жөндеуді қажет ететін жерлері бар ма? Енді ол 9,5 километр ол біздер енді көп жылдық многолетний график дейді, күрделі жөндеу жұмыстарын жасайтын 5 жылға өзіміздің график. Сол бойынша нақты жоспарымыз бар. Сол жоспар бойынша жөндеу жұмыстар жүреді. Онымен қатар күнделік жұмыс дейді, ревизия дейді. Сосын жаңағыдай инвестициялық бағдарлама. Ол бағдарламаға біздер ең біріншіден транзиттік линиялардың жаңағыдай трансформатор, мощностьтарын көбейту, әуе желісінің сымның сечение дейді, соларды көбейту, сондай жұмыстарды жасап, енді соған бітіре келе, енді төмен кернеулерге жайлап түсеміз. Оның бәрі біздер енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, президенттің сөзінде 40% деп тозығы Атырау облысында. 40% деген ол біздер жасыл аймаққа кіріп отыр. Жалпы Қазақстанның энергия тасымалдаушы біздер сияқты компанияларының өзінің министерствода тізімі бар. Сол тізімде негізі бірінші орында ең азына бастап ол Астана РЭК дейді, Астананың жаңағыдай өзінің тасымалдаушы компания оларда 27%. Онда Астана жаңа қала ғой, жаңа бәрі әуе желі. Екінші орында Атырау жарық 40%. Содан кейін одан жоғары 50, 60, 70, 80% көп. Оның қасында біздікі жасыл аймақта біздер енді көрсетілген жаңағыдай жұмыстарын бәрін өзімізде нақты қадағалаймыз. Біздер енді жыл сайын орындалған жұмыстарымыздың бәрін біз енді жаңағыдай антимонопольный тексереді. Күрделі жөндеу жұмыстар жаңағыдай жасалған, оның бәрін жаңағыдай комитет атомный энергетический надзоры деген бар. Олар келіп тексереді жаңағыдай. Сол үшін біздерде ол қағазда
жазылып былай жасалмайды деген ондай жоқ. Бәрі бармақ басы көз қысылығы жоқ дейсіз ғой. Иә, бәрі де қарастырылады. Түсінікті. Рахмет Мейірбек мырза. Енді мына соңғы кезде қазір үлкен жаңалық болып жатырған, халық арасында да үлкен резонанс туғызып жатырған мәселе бар бізде, яғни тариф бағасының өсуі. Жалпы бұның жаңағы салдары мен себептері де бар. Яғни жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жалпы бұл жерден жақсы жағын, жаман жақтарын саралап айтып шығайық қазір. Сөзді Тұрлан мырза сізге береміз бе? Иә, мынау енді жауапкершілігі шектеулі серіктестік Атырау энерго сату Атырау облысында жабдықтаушы кепілді жеткізуші мекеме болып табыламыз. Мынау 7 районымыз бар, ауданымыз. Оның үстіне мына қаланың үлкен болуына байланысты 7 участокке, халыққа ыңғайлы болсын деп 7 участокке бөліп, 7 участогіміз бар. 11 мың заңды тұлғамен келісім шарт бар, 176 мың жеке тұлғалар бар. Соның барлығынан тоқпен жеткізіп отырмыз. Бүгінгі таңда 1 қыркүйек 2022 жылы біздіге бекіткен тарифі қазір жеке тұлғалар 6,28, заңды тұлғалар 33,65, бюджетпен қаржыланатын заңды тұлғалар 46,61, сосын біздер ауыл шаруашылық мекемелерге, крестьянское хозяйство, сосын Атырау облысы су арнасына 24,52 теңгемен қазір уақытта тоқты жіберіп отырмыз. Сосында жіберіп отырмыз. Енді тоқтың өсу себебі сол қыркүйекте болды. Ол себебі мынау өндіруші мекемелерге бағаны көтерді. Енді олардың да өздерінің шығындары болар, газды ба, неме, оны енді нақты айта алмаймын. Ол жерде бұлар өндірушілерге министерстводан бекітіледі. Олар бекіткеннен кейін мына таратушы мекемелер өздерінің шығындарын санап, ол кісілерде өздерінің несін тарифін жасайды. Содан ең соңында мен мынау енді соңғы тұтынушыларға жіберетін баға бізде ғой. Сол біздің жіберіп отырған бағаның ішінде барлық банағы қосалқы нелердің барлығы сол қосылады. Сол себептер. Бұл кісілер банағы көтерген жағдайда мен өзі соңғы тарифті көтеруіме мәжбүр боламын. Енді бүгінгі таңда осы 1 маусымнан бастап өндірушілерге көтеріп жатыр. Одан бері қарай Атырау жарық мекемесі көтерді. Қазір 5,84 нет, қазір 6,55 теңгеге көтерді. Оның бер жағында қазір мына тетістер біздерді баға 15,21 еді, оны 16,76-ға көтеріп жатыр. Сосын мынау біздерде келісім шарт бар. Менде Қазатомпром Маектен менде 4-еу бар. Мына банағы айтып кеткен уақытша айтып кеткен Қаработан Solution. Сосын мынау біздер аздап электроэнергияны Россия Астрахань жағынан аламыз. Бұл енді мына Балқұдық Сүйіндік деген біздердің елді мекен бар, Құрманғазы ауданында. Сол үшін сояқтан алып отырмыз. Тоқты қанша қымбатына қарамай сояқтан алып отырмыз. Сондықтан мына Маек оларға да көтеріп жатыр. 15,59-дан қазір 19,24-ке дейін көтеріп жатыр. Осы үшінің салдарынан енді мына жерде бір несі бұл кісілер неге министерстводан береді. Мен қазір осы маусым айында осы құжаттарды әзірлеуім керек. Сосын 30 маусым айында табиғи монополия департаментіне тапсыруым керек. Барлық құжаттарымды. Сосын олар осы 1 ай шілденің ішінде барлығын тексереді, нақтылап. Сосын біздерге тыңдау жұмысын береді. 10 күн қалғанда. Соны енді барлығы жақсы болып, документтерін барлығы ыңғайлы тексеріліп болып өткеннен кейін болса, біздерді 1 тамыздан бастап алуымыз мүмкін. Енді өзіміздің бір есептеріміз бар. Қазіргі қарағанда біздерде қазір таңда Қазақстан бойынша жеке тұлғаларға ең арзан бағамен сатып отырмыз. Барлық Қазақстан бойынша салыстырғанда. Бірақ енді мынау кәсіпкерлерімізге кішкене қиындау болып тұр. Ең үлкен баға Қазақстанда. Қазір біздерде осы көп шағым кәсіпкерлерден түсіп жатыр. Неге десеңіз, неге біздер заводтар төлейді? Менің өзімнің қыттай дүңгіршегім бар. Мен де неге сондай бағамен төлеймін? Неге анандай бізге бөлек
жасамайсыңдар ма дейді. Енді осы бір мәселені бір шешуге болады ма? Қалай? Оны енді шешуге болады ғой оны. Бірақ оны заңдаманы қайтадан өзгерту керек. Бізде әлгі ценообразование деген бар ғой, бағаны қалай жасағанда соны оны енді біздің құзырымызда емес ол енді. Бұл мәселені реттейтін жалпы кім? Сіздер жаңа жоғары жаққа бір хат бердіңіз? Комитет. Комитет қой. Иә, табиғи монополияның департаменті. Сол кісілер реттейді ғой. Біздерде мысалы бұрын 11-ші жылға дейін біздерде тек заңды тұлға, жеке тұлға деген баға болды. 11-ші жылы біздерде мына селхоз дегенді қостық, ауыл шаруашылық негізінде, соған үшеу болды ма? Сосын мына 20-ші жылы пандемия кезінде бюджетті қаржылау мекемесінде бөлдік. Сондықтан қазір біздерде мынау жеке тұлға, заңды тұлға, бюджеттен қаржыланатын не, сосын ауыл шаруашылық баға деп қазір 4-ке бөліп отырмыз. Бұл тұста енді бізде қазір көріп отырмыз, көбіне арыздар енді кәсіпкерлерден түсетін болып тұр. Осы мәселені бір көтеріп көрмедіңіздер ме комитетке қарай? Мүмкін бір шара қолданып қалар. Көтердік. Енді парламенттен кәсіпкерлер атамекеменде кездесіп жатырмыз, халықпен де кездесіп жатырмыз. Біздерді мынау жеке тұлғалардың арзан болуына байланысты соның бағасын субсидия жасау үшін кәсіпкерлер көтереді оның бәрін. Сондықтан сол бұл ауыртпашылық барлық кәсіптерге түсіп тұр. Осы таңда мысалы біздерде кәсіпкерлер 58%, заңды тұлғалар бюджеттен қаржыландырылған 5%, халық 35% құрайды. 2% ауыл шаруашылық мекемелерден құрайды барлық киловаттымыз. Біздер жылына миллиард 800 киловаттай, 800 мың киловаттай жағамыз жылына. Бағанағыда айттым, 4 келісім шартым бар. 4 жақтан тоқталып отырмыз. Осындай жағдайлар осы таңда. Түсінікті, рахмет Тұрлан мырза. Қадірмен телекөрермен, анығында қоғам саяси бағдарламасы тікелей эфирде өтіп жатқан естеріңізді саламыз. Егерде бүгінгі тақырып бойынша қояр сауалдарыңыз болса, 95-68-26 байланыс нөміріңізге хабарласып қойсаңыздар болады. Аудандарымыз үшін қала коды 871-22 немесе 802-027-8402 WhatsApp әлеуметтік желімізге өз сұрағыңызды жазбаша түрде қалдырсаңыз, біз сізге міндетті түрде жауап береміз. Еске сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы жарық мәселесі өзекті. Жалпы енді мынандай жалпы сұрақ қойын, өңірдің электр энергиясымен қамтылу деңгейі қандай? Жалпы қанша пайызға қамтылған біздің облыс? Электр энергиясымен 100% қамтылып отыр. 100% қамтылып отыр. Енді мына бізде жарық шамдары дейтін бар. Бұл енді сіздерге манағы әкімшілік тарапынан келеді ғой, әкімшілік тарапынан. Ол жақсы әкімшілікке. Жаңа құрылыс, жаңағыдай шамдар, ол бәрі сол әкімшілік ЖК-ның тарабында. Сіздерге ұсыныс түседі, одан кейін сіздер сол нәрсені? Жоқ, біздерге. Таза өздері жаңағыдай. Энергияны бірақ қайдан алады олар? Энергияны бізден сатып алып отыр. Түсінікті, жақсы. Енді бізде қазір жаз мезгілі басталып келе жатыр. Көбі кезде енді ыстық кезде барлығы салқындатқыш құралдарды қолданамыз ғой. Кондиционер деп былайша айта берейік жауап тілмен. Енді осы кезде бізде бір көтерілетін мәселе трансформаторлар мәселесі. Мәселен мен өзім мына жұмыскер елді мекенде тұрам. Былай ашығын айтқанда өзіміздің үйімізде көтермей жатады, былай қарағанда. Бұл жерде енді мәселе бір трансформаторға бірнеше үйдің қосылып тұрғаны. Жалпы осыда бұл енді әр өңірде, әр жаңағы округтерде бар мәселе. Жалпы осы трансформаторлардың мәселесі қалай шешіліп жатыр? Жалпы биылға осынша трансформатор орнатылады дейтін бір мәселе бар ма? Енді ол сұрақты жақсы сұрақ, негізі жыл сайын туындайтын сұрақ. Мына сұрақ бойынша біздерде жалпы жаңадан салынған микрорайондар көбінесе сол жерде осындай жаздың кезінде напряжение жетпейді деп, енді мен қазір айтып отқан жалпы тек қалалық әкімшіліктің тарапындағы трансформаторларда. Біздің өзіміздікінде жаңағыдай арыздар түскен бойда біз комиссия барып тексеріп, келесі жылға бюджетке біз өзі трансформатор салып, биылда ондай жұмыстар жүреді. Бірақ мынайда жаңадан салынған райондар, оның ішінде жаңағыдай өздеріңіз айтып отқан жұмыскер, жаңа жұмыскер бар, балауса, сол жақтарда былтыр 22-ші жылы әкімшіліктің арқасында өздері жалпы тағы да 50 жаңа трансформатор, жаңа қосалқы станция алып, сол біздер сол өздері комиссионны жүріп, қай жерде қандай жаңағыдай арыздар түскен қарап, сол жерлерге қосымша трансформаторлар қондырылды. Биыл енді
енді 22 жылы өздері жаңағыдай тендермен тағы да 30 трансформатор алынды. Бірақ оның қасына енді қосымша жаңағыдай енді бағаналар бар, жаңағыдай нелер бар, сымдар бар, кабельдер бар. Соның бәрі әлі тендерный процедура дейміз, сол әлі бітпей жатыр дейді. Ол келсе, онда уже нақты бекітілген жаңағыдай тізімі бар, қай көшеде қай жер қондырылатын. Ол биыл ол жұмыста біздер енді бастап, қазір енді сол жұмыстарды жаңағыдай әкімшіліктен хат түсіп, соны бастап жасап жатыр. Бірақ енді нақты нелері жаңағыдай қосымша материалдар әлі келген жоқ. Ол жұмыстар жалғасады. Сонымен қатар жаңағыдай көбінесе мына төмен жаңағыдай кернеу төмен деген жерлер түсіп отқан жаңа микрорайондарда. Ол деген кезінде мердігерлер жаңағыдай өздері проект жасап неткенде біздерден Қазақстан бойынша СНИП деген бар. Жаңа строительные нормы и правила. Соның кезінде ол жаңағыдай алынады бір жаңағыдай дом, жаңағыдай улучшенной планировки или жаңа не деп алынып, сол каждына өзінің жаңа бөлінген жаңа киловатты бар. Мерук мырза, сөзіңізді бөлейін, қазір жалғастыратын боламын. Біздің эфирімізге келіп түскен қоңырауымыз бар екен. Қайырлы кеш қадірмен телекөрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Рахмет, мынау Измағамбет шаруа қожалығынан хабарласып отырғаным. Мынау бүгінгі күнде бізге жұмбақ болған жарығымызды шешіп беріп отырған қала әкімі Қалауи мырзаға рахметімізді айтқымыз келеді бастап. Ал содан кейін мынау Атырау жарық мекемесіне басымызды иіп мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Сол тоғымызды бәрін тартып, мынау жігіттері бар, өте жинақы бәрін жасап беріп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Бізге көп көмек көрсетіп жатсыздар. Аман жүріңіздер деген тілегім баршаңызға да. Сол Атырау жарық ұжымының жігіттеріне енді. Мына Мейірбек Гувашев мырзаға да қуаныш бар, бәрі көмектесіп жатсыздар. Рахмет. Басқа айтатынымыз жоқ. Сол шаруа қожалықтардың бәрінің атынан рахметіміз шексіз. Ал рахмет. Түсінікті. Жақсы. Рахмет, енді әрмен қарай жалғастырайық. Қай жерге тоқтап едік, Мерук мырза? Жаңа микрорайондарға салынған кезде жаңа строительные нормы и правила деген бар. Сол правилда жаңа проект жасалғанда көшеде қанша үй тұрады? Нақты 100 үйге саналғанда, ол СНИП бойынша бір үйге жаңағыдай 2-2 сондай киловатт бөлінген. Соны 100-ге көбейтеді, жаңағыдай одан артық шығара алмайды. Сонымен жаңа бүкіл кабельдің де қалыңдығын, трансформаторында мощностың қуатын бәрін сонымен өлшеп салынады. Бірақ біздерде енді жазғы мезгілде өздеріңіз білесіз, қазір біздің үйде әрбір комнатта бір сплит системадан болады. Ол 2 киловатт деген жоқ, біздерде енді 7-8 киловаттқа баратын болады. Бірақ ол строительные нормы и правила ол бекітілген бүкіл Қазақстан бойынша. Енді қарасақ, енді Қостанай, Көкшетау мен Атырау мен Маңғыстаудың ауа райын салыстыруға болмайды жазғы мезгілінде. Сол райондарда жаңағыдай салынған, көбінесе жазда сондай сұрақтар туындайды. Соны енді біздер қайтадан әкімшілікпен бірлесіп, жаңағыдай көрсеткен көшелерді көбінен бөліп, екінші жаңағыдай кабель салып, СИП дейміз ғой, самонесущий изолентный провод. Сондай бөліп, сондай жұмыстарды жасап жатырық. Ол енді мердігерлердің кезінде оларға да қазір претензия қоя алмайды. Ол жаңа СНИПпен саналған бәрі нормаға сәйкес. Бірақ норма енді біздер енді министрлікке де жан-жаққа да жаздық бір енді районға бөлу керек. Ыстық жақтардыкін бөлек, салқындау жақтардыкін жаңа строительный норма правилда бөлу керек деп жаңа нормативтердің. Ол хатты да бірнеше рет жолдадық. Енді ол сұрақтар енді заңды өздеріңіз білесіздер, енді бір күнде өзгермейтін зат. Жалпы енді жұмыстары жүріп жатқан болар. Мәселен бұлай енді қарапайым сұрақ қойыңыз, жалпы бір трансформаторға жалпы қанша үй кіреді негізі өзі? Трансформатордың оның өзінің қуаты әртүрлі. Оны жаңа мен айтқандай санағанда проектпен бұл көшеде қанша үй тұрады, жаңада көбейтеді, соған байланысты. Бірақ жалпы бізде трансформатордың өзінің қуаты жеткілікті. Бізде ең не дейді ғой, үйлерге баратын жаңадай төменгі кернеулі әуе желдің жаңа сечение дейді, сымның қалыңдығы, ол да проектпен саналады. Соның жаңадай сечение жеткейді, соның кесірінен падение напряжения төмен түседі кернеу.
сол мына бастағы үйлерде жақсы да, соңғы жақ үйлерде жаңағыдай азайып қалады. Енді ол бұрынғы кездерден есептелгендер ғой, манағы аз кезде. Енді қазір жаңа үйлер көбірек салынып кетті, ол жағына кішкене жетіңкіремей жатыр. Осы жаңағы осы мақсатта болар 30 трансформатор бізде қазір. 30 трансформатор, былтыр енді айтма 50-ін алды, былтыр енді 30-ын алды, биыл тағы да арызданған жерлерді қарап, тағы да ол әкімшілік о жағынан жұмыстарын жақсы жасап жатыр. Орындап, сонымен қатар жаңағыдай біздер бірлесіп комиссия құрып, енді біз өзіміздің комиссия бар, оларға да енді ЖКХ-да ондай көп специалист жоқ, енді олар енді мекеме емес үлкен. Солар бірге жүріп, олардың да жаңа әуе желілерін тексеріп, қандай жұмыстар жасап алатын, оны бірлесіп әкімшілікпен ондай жұмыстар жасап жатыр. Түсінікті, рахмет. Енді бізде тағы да бір келіп түскен тұрғынымыздан сұрақ бар екен. Қайырлы кеш, Самал ықшам ауданына трансформатор керек, свет күнде сөйтіп дейді. Жалпы жоспарда бар ма Самал ықшам ауданы? Самал ықшам ауданы жаңа айтқанда ол енді әкімшіліктің меншігінде, жаңа ЖКХ-ның әуе желілерде, жаңа кабельдік желілерде, бірақ енді мана айтып отқан мен алдында тізім жатыр, мана 30 трансформатор қойылады, оның ішінде Самал көшелерде бар. Бірақ әлі жаңа айтып отқан келмей жатыр материалдары. Соны қосымша солар келген жағдайда биыл енді осы 30 трансформаторды орнатамыз. Соның ішінде Самал микрорайонында бар. Енді қазір енді күннен күнге өздеріңіз көріп жатсыздар, үйлер өсіп жатыр. Былтырғы комиссияны тексерген жерлер оны биылға салады, биыл ол жерлер тағы өсіп басқа көшеде де шығуы мүмкін. Сол үшін ол енді жұмыс жыл сайын жалғаса беру керек та. Азаймаса көбейе береді ғой. Азаймаса көбейе береді. Енді бізде тағы бір мәселе бар. Қыста бір күнде 33 елді мекеннің жарығы өшті. Енді бұл жөнінде әлеуметтік желілерде жаңа көптеген күлкілі нәрселер де болып жатты, өзіңіз хабардарсыз ғой енді. Жалпы осыны бір қарапайым тілмен қалай түсіндіре аламыз? Қазіргі кезде жазғы мезгілде де үлкен бір былай орысша айтқанда нагрузка болады бізде. Осы жағдай қайталанбай ма? Ол енді біздерде жазғы мезгілде ол нагрузка қайталанбайды. Ол деген біздерде қатты жел қардың кезінде ақпан айында болған оқиға, ол жаңа мен бастап айтып кеттім ғой, әуе желілері неден сөнген. Сол жаңадай жекеменшік трансформаторларды тексермей қарамай, біздерде жаз бойы өздеріңіз білесіз Атырауда шаң. Ол есіктері ашық тесік жатқасын, ол ішінде енді трансформатордың жаңағыдай өзінің изоляциясы бар. Оның бетіне шаң қонады, сосын күзде қыста жаңбыр ылғал болғанда, ол ылғал тигенде ол тоқ өткізіп, жаңағыдай апаттық сөнуге апарады. Ол негізінде өзінің ережелер бойынша көктемде весенний ревизия, көктемдікте күзде жаңағыдай күзгі ревизия өткізу керек. Бүкіл оборудованиеға. Біздер жоғында жуып, сүртіп, солай қысқа дайындаймыз. Ол жекеменшіктердік сондай жұмыстар жасалмағандықтан жаңағыдай пайда болды. Оны біздер көрсеттік. Сол 33 елді мекен осы райондарда сөнгенде, соның ішінде былай қарасаңыз, бәрі де жаңадан салынған райондар. Ол жерде жаңағыдай ондай жұмыстар жүрмеген. Бірақ енді қазір айттым ғой, тексерістер жүріп жатыр, жаңағыдай жекеменшікке енді акиматтың ол жаңағыдай трансформаторларын біздер өзіміз барған жерлерде өзіміз тазартып, өзіміз жаңағыдай қарап жүреміз. Түсінікті, біздің енді тұрғындардан тағы да көптеген сұрақтар келіп жатыр. Бас назарда осыған қарай аударайық. Жаңа талаптың трансформаторларын обслуживание қандай мекемелер жасайды дейді. Бұл жақта да үлкен проблемалар бар екен. Енді жаңа талап деген, енді ол жаңа әкімшіліктің тарапынан салынған әуе желісі өздерінің меншігінде. Бірақ біздерде әкімшілік екі ортада енді биыл әлі жоқ, келісім шартымыз бар. Жаңағыдай техобслуживание дейді, ол келісім шартқа. Бірақ ол келісім шарттың ішіне қарастырылған тек авариялық апаттық жағдайда, біздер жаңағыдай сөнген жағдайда кабель кетіп қала ма, сым үзіле ма, жаңа бағана құлай ма, соларды оңдап жөндеп қосып береміз. Бірақ енді әкімшілік тарапында өзінде де енді өте көп жаңа қосалқы станция, оның бәріне жаңағыдай көктемде де күзде жаңа айтылған күнделік жұмыстарды жүргізу керек. Оған енді біздерге Атырау жарық сендер жасаңдар дегенмен, біздің енді былай қараса қаланың өзінің меншігінде бар қосалқы станция мен әуе желісіне бөлінген жаңағыдай адам саны, специалист мамандар. 191 адам бар, сол именно біздің объемға бөлінген. Біздер енді тек соған нақты жұмыс жасауға, сол жалақылар да бәрі соған салынады тариф, біздің меншігіміздегі. Бірақ оның қасына қосқанда жаңағыдай тап сондай көлемде әкімшіліктің де жаңағыдай әуе желісі мен қосалқы станциясы қаланың өзінде. Енді ондай сан адам алу керек. Ол біздің тарифте қарастырылмаған.
Соны біздер енді жаңағыдай өзіміз ұсыныстарды бердік әкімшілікке. Мынандай жерлерді сіздер күрделі жөндеуге анағыдай мердігер жалдайсыздар ма, қалай болады, соларды жасасаңыз, қысқа дейін көп жаңағыдай шаруа болады. Ол ертең қысқада үлкен көмек болады. Оның бәрі жаңағыдай бағдарламалар бар, ол қарастырылып жатыр. Түсінікті. Тағы да келесі сұрақ, Алмалы да жаңағы дачасы бар екен, бұл кісінің орысша жазыпты. Жаңағы жақында бұл жерге жарық қостық дейді. Енді бізде тариф қалай болады дейді? Тариф бұл жерде бау-бақша сияқты. Тұрғындар сияқты ондай нелерге дачаға 6-28-ден төлейді. Халықпен бірдей. Одан кейін мына ауылдың жаңағы жарықтандыруы, ауылдың жаңағы өзінің трансформаторына қосылып тұр дейді. Бұл негізі бөлек болу керек пе, сол ауылдың трансформаторына қоса бере ме? Қуаты жеткілікті болса, трансформатор біздер енді жарықты сұрағанда, түнде жанатын жарық ол. Иә, соны айтады. Ол түнде біздерде трансформаторлар нагрузкалар түседі. Кісілер енді түнде пайдаланбайды көп. Сол кезде ол біздер расчетпен, бізде техникалық шарт сұрағанда, біздер қараймыз енді оны каждый жаңағыдай жерге трансформатор бере берсе, оны өзімізде аз айта алмай отқан, оны бәрін көбейте береміз. Сол үшін жаңағыдай қуаты жеткілікті жерлерде сол трансформатордан алына береді ол. Түсінікті. Одан кейін енді тариф көтеріліп жатыр. Енді біреуіне жеңіл болса, біреуіне қалтаға қиындау соғады. Көбінің қалтасы көтермей жатады. Осы тұста бізде жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Одан кейін мына көп балалы отбасылар бар. Жалпы бұларға жаңағы жағдайлар, жеңілдіктер болсын қарастырылған ба? Жоқ, біздің мекемедің несінде барлығы сондай мына нелер мекемелердің тарифімізде ондайды қаралмаған. Біздерде тариф оны қосалқы болу керек ол. Ондай неден біздерде жеңілдік. Біздің мекемеде ондай жоқ. Енді ол бәрі әкімшілікке неге барып, неге жалғыз басты нелерге барып, оны сәбез дейміз ғой, сондан жазылып, өздеріне ол бірақ бөлек берілетін. Сол коммуналдың шығын үшін бөлек өздерінің шөтін аударады олар. Бізге аудармайды. Жақсы, түсінікті. Одан кейін біздің өңірімізде, аймақта жалпы шаһарды айтуға болады, апатты электр бағаналары бар. Бұл енді бізге қарай ма, ЖКХ қарай ма? Одан кейін мына заңсыз тұрған трансформаторлар мәселесі бар. Бұл енді бізде Бірлік ықшам ауданында көтерілген болатын бұл мәселе. Жалпы осы мәселе қалай шешілді? Сол тұрғыны сұрап жатыр. Біздер енді соңғы кезде теледидардан көрсетіліп жатыр ғой, мына апаттық жағдайда тұрған бағаналар. Ол енді мына соңғы 16-17 жылғы салынған әуе желілер. Ол әкімшіліктің тарапынан салынып, көп жерде бар. Ол бүкіл жұмыскерді айтта, Еркінқалада бар, неде де бар, Самал. Қазіргі қаланың өзінде нақты санағанда 1400 бағана бар. Апаттық жағдайда күйде тұрған. Бірақ оның ішінде жаңағыдай сотқа беріп, жаңағыдай өзінің гарантийный срок бар ғой. Мердігерлер ауыстырған жерлер де бар. Самал 3 па, сол микрорайонда мердігердің өзіне ауыстыртқызды. Бірақ қалғандары жаңағыдай уже сот қабылдамайтын жерлер де бар. ЖКХ сотқа да берді. Енді биыл сол жұмыстарды қазір ақшасын бөліп, жаңағыдай тендер ойнап, мердігер жалдап, оны ауыстырайын деп жатыр. Бірақ оның ішінде ең біздерге де келеді арызданып. Фотосымен немен ертең құлайды, біреудің үстіне құлайды, енді балдар жүретін ететін жерлерді біздер жайлап өз тарапымызда ауыстырып жатырық. Әкімшіліктен хат алып, кепілді хат, осы жерде ауыстыра береміз деп, олар енді біздерде басқа жерге өзіміздің меншігімізде жоқ заттарға бағананда сымда ештеңе сала алмаймыз. Оның бәрі біздер тарифте қарастырылған. Сол үшін әкімшілік кепілді хат береді де, ертең келісім шартпен солардың шығындарын өтейді біздерге. Сондай жерлерді біздер бастап ауыстырып жатыр. Бірақ енді 1400-ін біздер енді ауыстыруға үлгермейміз. Оған енді үлкен жұмыс, оны мердігер компания жалдап өздері ауыстырады. Рахмет Мейірбек мырза жауабыңызға. Бізге тағы да эфирімізге келіп түскен қоңырау бар екен, жауап беріп жіберсек. Қайырлы кеш, сізді тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Қадірмен телекөрермен, сіз тыңдап отырмыз, сұрағыңызды жолдасаңыз. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Атырау қаласы Бірлік Шаған ауданының тұрғыны. Жанат мырза. Танып отырмыз, Бірлік тұрғындары атынан біздің мәселеміз осы 2022 жылдың күзайдан бері арызданып келе жатыр. Бірлік Шаған ауданындағы жалғыз тұрған Боран Нысанбаев мектебінің алдында заңсыз тұрған трансформатор бар. Мемлекеттік ақысы жоқ.
соны алдыру жөнінде Атырау жаққа да Абдрахмановқа да жазды. Сосын Энергонадзорға да жаздық. Кеше облыс әкімінің орынбасары Қайрат Талаповтың қабылдауында болды. Сонда олардың берген жауабы облыстық жігіттердің басшысына тапсырды. Атырау жақпен ақылдастық. Облыс әкімінің қабылдауына жеткізу бұл мәселені шешіп, трансформаторлық халықтың айтуы бойынша өзінің аумағына қойдырайын деп жатыр дейді. Сол жөнінде мына Атырау басшылықтары маған жауап берсе тұрғындарға. Жауап беріп жіберсек? Енді ол сұрақ жаңағыдай заңсыз тұрған дегенмен, ол енді білем, ол арыздар түсті, әкімшілікпен де барды. Енді ол жаңағыдай жерін жаңағыдай нете алмады ғой, кімнің жерінде тұрады деген. Сол сұрақ қой. Ол кезде бұл кісілерге енді уәде беріп кеткен екен, ауыстырылады деп. Жалпы сол жүзеге асты ма дейді. Қалай болып жатыр? Ол жаңа қазір айта алмаймын, нақты оны қазір мен ішіне қараймын. Ол жаңағыдай енді тізімге кірді ма, кірген жоқ па? Жақсы, эфирден кейін өзімен байланыстырып. Менде бар байланыс нөмірі, бұл енді біздің жаңағы белсенді көрермендеріміздің бірі. Әр эфир сайын өз сұрағын жолдап отырады, Бірлік ықшамауданынан. Одан кейін Заросы елді мекеніне тағы да трансформаторлар қойыла ма екен? Көбі ұрланып кеткен дейді. Мына Зарослы деген елді мекен кезінде жер бөлініп, әуе желілер салып, трансформатор салып, керемет микрорайон бергенде ол кезде бір тоналып кетті. Уақытында жаңағыдай жер бөлінбей қалды ма? Енді қазір осы 2-3-4 жыл турасында сол жерге кісілер үй бастап салып, сол әкімшілік сұрап, сол жерге бір 2 ма жаңағыдай трансформатор қондырдық біздер. Бірақ енді қазір оған үлкен проект, жоба жүріп жатыр. Ол жер қайтадан жобасын жасап, сол жерге бүкіл жаңағыдай әуе желісі мен трансформаторын бәрін әкімшіліктің уже біздерден жаңағыдай техусловиясын алды, бәрін қайтып жұмыстар қарастырылады, қайтып жасалады ол. Түсінікті. Тағы да бір сұрақ, есептегіш тексеретін қызметкер, яғни контроллер үйге келіп тексеруге міндетті ме, әлде әлеуметтік желі арқылы үй иесі жіберуге бола ма дейді? Енді ол контроллерлер сол үшін жұмыста отыр. Біздердің қолдарында карманный персональный компьютер деген мына қазіргі ұялы телефонымыз бар. Соған показаниясын көрсеткіштің соған енгізеді. Сондықтан барып, сосын технический состояниесін счетчиктің қарап кетуге, пломбаларын қарап кетуге олар міндетті үйге кіріп. Енді қазір мынау осындай неде үйлерінде көп болмайды халықтар. Сондықтан біздің мынау бақылаушыларымыз көбіне WhatsApp арқылы сұрайды. Сол кездерде оған енді рұқсат беріп отырмыз. Оны түнгі мына көп кісілер кешіктеп жұмыстан келеді, ерте кетіп қалады, соны ұстай алмайды да, сондықтан ондайды қазір рұқсат беріп отырмыз. Түсінікті. Одан кейін неліктен Атырау облысында заңды тұлғалар үшін электр энергиясының тарифі бүкіл Қазақстанға қарағанда жоғары дейді. Және де тағы да манағы қазіргі кезде жеке кәсіпкерлерде тарифтерді өсіріп жатыр деген ұзын құлақтан әңгімелер бар. Жалпы басқа Қазақстанға қарағанда бізде тағы да қай жағынан осы көрсеткіштер жоғары болып отыр? Сол туралы айтып кетсек. Осы бағанағы айтқандай заңды тұлғалар Қазақстанда қазір шынымен бірінші орын алып отырмыз. 33-те 65. Не себебі болған? Оған себебі біздің мынау жеке тұлғалардың арзан бағалы. Екеуінің арасының айырмашылығы 74%-ға дейін жетеді. Бұның енді 21 жылы бағанағы не шықты? Заңдама мынау пилотный проекті дейді ғой. Қостанай облысында, Алматы облысында, Батыс Қазақстанда соны тексеріп 3 жылда 25 жылға дейін бір бағаға келтіреміз деген. Онымен бұл проект жасалмай қалды. Бірақ енді бізде ол басқа облыстарға қарағанда Атырау облысында бұны жасау мүмкін емес. Біздердің айырмашылығы өте үлкен. Енді 6-28 бен 24-те 52 біздер 24-те 52 деп отырған орта жіберу бағасы. Сол екеуінің айырмашылығын жақындатпай, оны біздерде мүмкіндік жоқ. Андай бір тарифке келтіреміз деген 25 жылға қаулысы ол сол жұмыс жасалмай қалды. Мен өзім әріптестеріммен сөйлесіп отырмын, Батыс Қазақстан, Қостанай нелермен сөйлескенде бұл проекті жұмыс жасалмай тұр. Енді бағанағы айтқандай біздерде халықтың субсидиялау мына кәсіпкерлерге түсетін болғасын, соның бағасы мына үлкендігі содан. Сосын мына біздерде айтып отырмын ғой, қазір көп мекемелер
үлкен мекемелер кеткен жағдайда біздің тарифімізді банағы көлемі, жағу көлемі мына заңды тұлғалардың азайған сайын бізге сол қиындау болып тұр. Тариф бана кәсіпкерлерге бөлінеді де, сондай біздер мына көп мекемелермен бәсекелі жаса алмаймыз. Неге десеңіз, біздерде мына тарифті табиғи монополия департаменті утверждать етеді. А кейбір мекемелер бар, бір 3-4 кісімен келіп, банағы басқа мекемеге аударып кетеді, бізден 10 теңге, бір 5 теңге арзан сата береді. Олармен біз бәсекелесе алмаймыз. Біздің неге десеңіз, біздің тарифті монополия шекті баға болғасын. Не қымбатта да алмайсыздар, не арзанда да алмайсыздар. Біз сол неткен, бекіткен бағамен сатамыз. Сондықтан бәсекелестік біздерде ондайға жоқ. Біздер енді кепілдік жеткізуші мекемеміз ғой. Бізде халық бар, 35% деп отырмын, ертең мынау жазды күндері 40-45%-ға дейін көтеріледі. Сол кездерде біздер өте шығынға түсіп кетеміз де. Сосын мынау банағы айтып отырған бағалы маусым кезінде қазір көтерген жағдайда біздер банағы тамыз айында тек сол 2 айдың ішінде біз өте көп шығынға тап боламыз. Осы қиындықтың осы. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Одан кейін мына елді мекендерді жарықпен қамтамасыз ету, бұл сіздерге қарамайды ғой? ЖКХ әкімшілікке қарайды ма? Көшелерді жарықтандыру. Барлығы ЖКХ акиматты. ЖКХ қойылатын сұрақтар. ЖКХ қойылатын. Түсінікті, енді бізде мана тұрғындардың басым көпшілігі осы көшелерге қатысты сұрақтарды қойған. Енді бұлар мана бұйырса ЖКХ келген кезде әкімшілікке қоя жатармыз алдағы уақытта. Енді біздің эфиріміздің уақыты таяп қалды. Мынадай бір сұрақ қояйын. Қазіргі көптің ойында жүрген, мына соңғы кезде жиі өшіп жатыр. Мына ескертілгенмен де кейбір халық түсінбей жатыр. Одан кейін мына күрделі жөндеу жұмыстары қай кезеңге дейін жалғасады? Осыны бір нақтылап нүктесін қойып кетсек, қысқадан нұсқа тек. Біздерде енді күрделі жөндеу жұмысын айттық 15 сәуірден жаңағыдай 15 ақпанға дейін, октябрьге дейін. Қазанға дейін, 15 қазанға дейін жалғасады. Сол кезде біздер бәрін бітіріп, сол бізде өзімізге берілетін паспорт готовности деген бар. Министрліктен алатын, соны алып, қысқа дайындығымызды бітіреміз. Ол тек Атырау жарықтың өзінің меншігіндегі әуежелі мен қосалқы станцияларды аламыз. Енді қазір көп сөндіру деген көп сұрақтар бар, оны түсініп отырмын. Осы жерде бізде Нұрсая, Самал деген мөлтек аудандарында осылна апатты жағдай, мына кабельдік желілер бар. Сол кезінде енді білмеймін, қандай неден салынған, бір мердігерден қате кетті ма, сол енді өте көп жаңағыдай авариялық сөндіру болады. Соны енді әкімшілікте біледі. Қазір соған жоба жасалып, сол жақтың биыл жобаны осы бірінші неде маусымға дейін бекітілсе, сол жаңағыдай ауыстыру жұмыстарын жасайды. Жаңадан қазіргі шығып жатқан шитый полиэтилен дейді. Сонымен жаңадан новыдан коридор бәрін дайындап қойды. Сол бойымен, сол микрорайондарға салынса, бізде сол жерде көп сұрағымыз жабылады. Нұрсая мен Самал. Көбі сол кабельдің апатты жағдайларының кесірінен көп сөнеді. Бірақ енді қазір біздер енді түсініп отыр, жазда жаңағыдай свет сөндіреді, ревизия деген 5-6 сағат алады күніне. Біздер ысыда қалай отырамыз, бірақ енді бір жазда ыссы дейміз, қыста салқын дейміз, күзде оны түсіну керек. Енді оны біз қазір жасамасақ, өздеріңіз білесіздер, кешегі коронавирустың кезінде 2 жыл сол жұмыстарды жасай алмадық. Балдар мектеп оқыды, сөндіруге болмайды. Сонымен сондай бір жағдай жетіп қалды. Енді сол жұмыстар жасауымыз керек, соны түсініңіздер. Түсінікті, рахмет. Меруерт мырза, Тұрлан мырза, біздің эфирімізге келіп өз уақыттарыңыз бөліп осылай сұхбат беріп жатқандарыңызға, енді алдағы уақытта тек қана жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді оңай жұмыс емес, бізде тағы да қамтылмай қалған бағыттар бар. Жалпы мына үлкен алпауыт компанияларымыз бар. Осы сіздерде Атырау жарықтан жаңағы энергияны алып бас тартып жатқан компаниялар бар. Бұл жөнінде бір алдағы уақытта сіздерге менен бір ұсыныс бар. Тағы да бір эфир өткізіп, бір кеңінен талқыласақ осы мәселелерді. Тағы да біраз мәселелер қарсы емессіздер ғой? Алдағы уақытта хатын жолдап, тағы да бір жақсы эфир ұйымдастырайық. Қадірмен телекөрермен, бүгін анығында қоғам саяси бағдарламасында жалпы өңірдегі электр энергиясымен қамту мәселелері жөнінде біраз мәселелердің анығын айттық. Сіздермен бірге болған анығында қоғам саяси бағдарламасы және оның жүргізушісімен Нұрсұлтан Нұрсейіт. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, анығын айтайық.